Егер мидағы барлық сұйықтықты алып тастап, қалған заттарды тағамдық құндылығына қарай жайып қойсақ, не пайда болады? Ол құрғатылған мидың басым бөлігін майлар құрайды. Ал қалған бөлігінде сіз ақуыздар, амин қышқылдар, микронутриент қалдықтары мен глюкозаны таба аласыз. Әрине, ми жай ғана қоректік заттардың жиынтығы емес, бірақ ондағы әр компоненттің организм жұмысына, дамуына, көңіл күй мен энергия деңгейіне тікелей әсері бар. Мейлі ол түскі астан кейінгі босаңсу немесе түнгі үрейлену болсын, бұл сезім тамақтың миға әсерінен болуы әбден мүмкін. Ми үшін майдың ең маңыздысы омега-3 пен омега-6. Бұл қажетті майлы қышқылдар дегенеративті аурулардың алдын алады, ал ми оларды тамақтан алу керек. Омегаға бай тағамдар, атап айтсақ жаңғақтар, дәнектер және майлы балықтар жасуша мембранасының құрылуы мен сақталуында маңызды рөлге ие. Омега майлар миға пайдалы болғанымен, басқа майларды, транс және қантқан майларды мөлшерден көп тұтыну миға қауіпті болуы ықтимал. Ақуыздар мен амин қышқылдар дамудың құрылыс материалы болып табылады. Олар біздің көңіл күйіміз бен мінезімізге әсер етеді. Амин қышқылдардың құрамында нейромедиаторларға арналған прекурсорлар бар. Олар адамның көңіл күйі, ұйқысы, зейіні мен салмағына әсер етеді. Олардың әсерінен біз пастаның үлкен порциясын жегеннен кейін босаңсимыз, немесе керісінше ақуызға мол тамақтан соң өзімізді сергек сезінеміз. Тағамдағы құрамдас бөліктердің күрделі комбинациясы көңіл күйге әсер ететін заттардың норадреналин, дофамин және серотониннің бөлінуіне себепші болуы мүмкін. Бірақ миға жету ойлағандай оңай емес, және амин қышқылдарға шектелу мүмкіндік үшін шайқасуға тура келеді. Тамақтанудың әртүрлілігі ми медиаторларының теңгерімін қамтамасыз етіп, біздің көңіл күйіміздің тез өзгеруіне жол бермейді. Ағзамыздың басқа мүшелеріне әсер еткені сияқты, миды да микронутриенттермен толықтыру пайдалы. Жемістер мен көкөністерде табылатын антиоксиданттар миды нығайтады, және ол өз кезегінде жасушаға зиян тигізетін еркін радикалдармен күресуге, мидың ұзақ мерзімді жұмыс істеуіне көмектеседі. В6 витамині, В12 және фолий қышқылы сияқты күшті микронутриенттердің жоқтығы ми ауруларының тәуекелін арттырып, миымыздың жұмысын әлсіретеді. Минералды заттектердің аз мөлшері темір, мыс, мырыш және натрий ми саулығы және ерте когнитивтік дамудың негізі болып табылады. Ми құнды әрі құнарлы заттарды өңдеп, жинақтау үшін көптеген энергияны талап етеді. Адам миы бүкіл дененің 2% ғана құрағанымен, ол барлық энергияның 20%-на дейін жұмсайды. Энергияның басым бөлігі көмірсулардан келеді. Ол қорыту нәтижесінде глюкозаға немесе қант-қантына айналады. Мидың маңдайлық бөлігі глюкозаның азаюына өте сезімтал. Негізі мидың жұмысындағы өзгерістер жеткіліксіз тамақтанудың бастапқы белгілері. Глюкоза бізге үнемі түседі деп есептейік. Онда көмірсулардың нақты түрлері миға қалай әсер етеді? Көмірсудың 3 түрі болады: крахмал, қант және талшық. Этикеткада олар көмірсулар құрамы бағанасында жазылады. Бірақ толық массадағы қант пен талшықтың үлесі барлық дененің, оның ішінде мидың реакциясына әсер етеді. Ақ нан сияқты жоғарғы гликемиялық индекске ие тағамдар қанға глюкозаның қарқынды түсуіне әсер етеді. Кейін қант мөлшері төмендей бастайды. Денедегі қант мөлшерімен бірге біздің зейініміз бен энергиямыз да азаяды. Ал сұл үлпегі, жарма және бұршақ тұқымдастар глюкозаның баяу бөлінуіне әсер етіп, зейінді бір қалыпты ұстайды. Ми энергиясын тұрақты ұстау үшін витаминдерге бай тағамдармен үйлесімді тамақтану керек. Сіз жай тістеп, шайнап, жұтпайсыз. Сіздің жеген тамағыңыз денеңіздегі ең маңызды ағзаға тура және ұзақ мерзімді әсерін тигізеді. Сіздермен бірге болған IQ. Келесі видеоларда кездескенше.